Баршаға сәлем, қалдарың қалай? Бүгін сіздермен балалардың сүйіп жейтін печеньесін дайындаймыз. Алдымен еріп тұрған бөлме температурасындағы сармайға сахарный пудраны салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жұмыртқаның 3 штук ақ белогын салып, тағы да араластырып аламыз. Онда үстіне құрғақ өнімдерімізді, яғни ұнымыз, какао және разрыхителімізді араластырып, қоймалжың масса болғанша тағы да араластырып аламыз. Бізде осындай масса дайын болады. Енді бұны кондитерлік мешокқа салып, өзімізге ұнаған формаға печенье жасаймыз. Болған печеньелерімізді 160 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Печеньелерімізге осындай шоколадқа батырып алатын боламыз. Әркім өзінің қалауынша жасауға болады. Мен шоколадты пайдаландым. Осымен біздің печеньелеріміз дайын болды.
балаларыңызға өте қатты ұнайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де арнама тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.